Наступает настоящий кризис, более сильный, чем 7-9 год. В связи с этим я поручаю правительству проанализировать все это, составить план нашей антикризисной работы, меры, которые мы должны делать, провести при этом и довести до народа, что мы собираемся делать. Осыдан 2 ай бұрын доллар бағамының күрт көтерілуі ел тұрғындарының жағасын біраз ұстатқан болатын. Ол жағдайдан әлі айығып үлгермеген халық үшін елбасының бұл сөзі тіптен ауыр тиді. Сонымен қатар елбасы бюджетке түсетін қаражаттың 40%-ға төмендегенін айтып отыр. Осы ретте ұлттық фондтан жаңа құрылыс пен жұмыс нашар кәсіпорындарды субсидиялауға қаражат бөлуді тоқтатуды тапсырды. Солтүстік Қазақстан облысының тұрғындары да елдегі жағдайға алаңдаулы. Өңір бойынша алдымен азық-түлік, киім-кешек қымбаттады. Ал енді жарық пен жылуға деген төлем тиісінше 50 және 40%-ға қымбаттамақ. Жергілікті монополистердің сөзінше. Егер бұрындары халық кризис деген ұғыммен тек сырттай ғана таныс болса, енді оның қандай болатыны жақын арада сезетін болады. Еліміздің зейнеткерлеріне сосын төмен жағдайлар төмендірге өте ауыр тиеді. Неге десеңіз, олар үкіметтен тек қана көмек қана алады. Көмек. Соған қарамастан жаңа оларға ақша қосады. Сөйтіп олардың жағдайы көтеріледі. Жай ел тыныштықта өмір сүріп отыр. Мен енді өзім зейнеткермін. Тілейтінім сол елімізде бірлік ынтымақ болсын, бейбіт өмір болсын. Бәрі орнына келеді, Алла жазса. Енді осы дағдарыс әрине мәселе. Бірақ біздің Қазақстанның қуаты, күші осы дағдарысты қарсы алып, дағдарыстан өтуге жетеді деймін. Вот кризис, да, бьет только по простым людям. Кризис очень тяжело людям. Даже не столько морально, сколько не материально, сколько морально тяжело людям. Все об этом говорят, от мала до велика. На всем будем экономить. Ол өмірлік нәрсе емес қой. Өмірдің әртүрлі жағдайы болады, қызығы да болады, шыжығы да болады. Сол енді бір келген бір кезең шығар, ештеңе етпейді. Талайымдеке бәлен байсыл соғысып, қандай күйзеліс болды, соның артынан халықтың тұрмысы түзеліп, осындай күнге жеттік қой. Сондықтан мен ойлаймын, ештеңе етпейді, енді өмірде әртүрлі жағдай болады. Күн санап жайлап кеткен қымбатшылықтан айығар күннің ауылы алыс көрінеді. Бұны сарапшылар да растап отыр. Дағдарыстың аяқталу уақыты нақты белгіленбегенімен, шамамен алдағы 5 жыл ел тарихындағы ауыр кезеңдердің бірі болмақ сөздерінше. Дегенмен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ел тұрғындарының әлеуметтік жағдайының түсіп кетуіне жол бермеймін деп отыр. Осыған орай үкімет мүшелеріне дағдарысқа қарсы шараларды жетілдіруді тапсырды.